Бәріңізге сәлем. Бүгін өзбек халқының қатпарлы қаттама нанын жасаймыз. Бұл нанды қаттама нан немесе өзбекше қатлама, пәтір нан деп те атайды. Нанның ерекшелігі сол, кәдімгі қатпарлы самса сияқты қабат-қабат қатпарлы болып шығады. Ал енді жасауға кірсек, бізге 600 грамм ұн, 300 граммдай жылы су, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық ашытқы керек болады. Ең алдымен жылы суға 1 шай қасық тұзымызбен жарты шай қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, ұнға құямыз. Ұнымызға құя отырып, жақсылап мықты қатты емес, мықты былжырақ емес, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, осылай аузын жауып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын жасауға кірісеміз. Бізге 2 жуа, 2 сәбіз керек болады. Жуамызды видеода көрсетілгендей полукольцалық, яғни жарты шеңбер қылып турап аламыз. Сәбізімізді үкішіміздің үлкен жағынан өткіземіз. Одан кейін табамызды қыздырып, оған 100 граммдай туралған іш май немесе құйрық май болса, ертіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, іш май немесе құйрық май осылай қуырылып, өзіне май бөліп, шыжғырыла бастайды. Яғни өзінен шыжық бөлінеді. Сол шыжығын осылай сүзіп алып тастаймыз. Шыжығын балаларға берсеңіздер болады, үстіне шамалы тұз сеу. Менің балаларым өте қатты жақсы көреді. Нанға салып жеп қояды. Одан кейін 100 граммдай сұйық май құямыз. Туралған жуамызды салып қуырамыз. Жуамыз қуырылып сарғылт түске ене бастаған кезде күштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Жуамыз бен сәбізіміз осындай сары түс бөлгеннен кейін оған 2 ас қасықтай кетчуп саламыз. Барлығын араластырамыз. Шамалы қуырылғаннан кейін оған қара бұрыш, тұз сепсеңіздер болады. Менде іш майда тұз болғандықтан мен тұз салмадым. Одан кейін ақ лотосты саламыз. Дәміне қарай. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын болды. Бір айта кететін жайт, нанымыз қатты ашып кетпеуі керек. Менің наным салмамыз дайын болғанша тұрды. Нанымызды алып, яғни қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Бұл өз еріктеріңізде. Бірде 2 бөлікке де бөлсеңіздер болады. Әрбір бөлінген бөлікті дөңгелетіп, күлші етіп аламыз. Бір күлшені қалдырып, қалғандарын осындай ауыз жабылатын табаққа салсаңыздар да болады, немесе мешокқа салып қойсаңыз да болады. Одан кейін нанымызды жақсылап ысып жайып аламыз.
Жақсылап қамырымызды жайып алғаннан соң салмамызды теңдей 4 бөлікке бөліп, бір бөлігін қамырымызға осылай етіп жағамыз. Енді шетінен бастап осылай ораймыз. Шетін қамырымызға жабыстырамыз жақсылап. Содан кейін бір шетінен осындай ұлу сияқты етіп орап, бір ұшын ішіне қарай қыстырып, алып қоямыз. Бетін мешокпен жауып, алып қоямыз. Қалған қамырлар дайын болғанша осылай тұрады. Мінеке барлық қамырымыз дайын болам дегенше, бірінші қамырымыздың ішіндегі іш майда қатып үлгерді. Одан кейін астына пергамент қағазын төсеп, оқтаумен осылай үстінен жазамыз. Нанымызды жайған кезде қатты жұқа болмауы керек. Шетінің қалыңдығы 1 сантиметрдей болады. Нанды жайған кезде ішінен жуасы немесе сәбіз шығып жатса, қайтадан салып жіберуіңіз керек. Қорықпаңыз, нан өзі солай болады. Ендігі кезекте осындай затты пайдаланамыз. Оның аты тікеш деп аталады. Онға малып алып, нанымыздың бетіне басамыз. Осылай бетіне өнер түседі. Бұл затты қолдану міндетті емес. Содан кейін 180 градус қыздырылған пешімізде 20-25 минутқа салып аламыз. Ас болсын.